Қайынсіңілім дегенім күйеуімнің қызы екен. Қызын көруге келген әйелге апта сайын дастархан жайып, қызмет етіп жүрмін. Болған оқиға. Оқу, жұмыс істеп жүріп, тұрмысқа кеш шықтым. Менімен жасты қыздардың балалары мектепке барып қалды. Ал мен 3 жылдан бері бір тырнаққа зар болып отырмын. Келін боп түскен жерім бағыма орай өте жайлы шықты. Бәрі мені қазынадай көреді. Қашан бала табасың деп бетіме басқан емес. Ата-енем алтын адамдар. Қайын әпкелеріммен, қайныларыммен де тез тіл табысып кеттік. Пенденің 4 құбылысы түгел болсын ба? Айнала туғаным жақсы болғанымен, ішімде өртеп бара жатқан бір мәселе бар. Осыған ақыл қосатын адам керек. Сол үшін отбасылық мәселені көптің талқысына салып отырмын. Дұрыс түсініңіздер. Ата-енемнің 12 жасар кенжетай қыздары бар. Қартайғанда тапқаным деп, енем үстіне шыбын қондырмайды. Қыздың айтқаны бәріміз үшін заң. Сол Еркетай қайынсіңілім деп жүрген қыз күйеуімнің қызы боп шықты. Оны да ауылға, ауызашарға барғанда көші келіншек абайсызда айтып қалды. Әйтпегенде үйдегілер менен бұл сырды жасырып жүре берер ме еді. Бұл жаңалықты естігенде есімнен тана жаздағам. Көңіл күйімде түсіп кетті. Жолдасым немесе ата-енем маған бұл жағдайды басында неге ашып айтпаған? Неге менен жасырды? Осы сұрақ көкейімнен кетпейді. Кейін білгенімдей, күйеуім мектепте оқып жүріп өзінен 2 жас қызбен жүрген. Ол кезде жасы небәрі 15-те болған. Кейін білгендей, қыздың аяғы ауырлап қалған. Онысын күйеуімнен жасырып қалаға әпкесінің үйіне кетіп қалған. Қыз туып, онысы 2 жасқа толғанда ауылға арнайы әкеліп, мынау сіздердің немерелеріңіз. Мен әлі жаспын, тұрмысқа шығуым керек. Сол үшін қызды өздеріңіз бағып қағыңыздар. Мен анда-санда келіп көріп тұрамын деп тастап кетіпті. Ал енем таныстарын араға салып жүріп, қызды қамқоршысы деген құжаттарды туралап алады да бауырына басады. ДНК сараптамасын да жасатуды ұмытпапты. Қыз күйеуімнен екен. 1 жылдан соң ол қыз өзінен біраз жас үлкен кісіге тұрмысқа шығып кетеді. Одан бір ұл тапқан. Бірақ арада бірнеше жыл өткен соң әлгі күйеу қайтыс боп, қазір баласымен тұратын көрінеді. Мен бұл қызға ешқашан қызымдай қараған емеспін. Ол қарындасым сияқты өсті. Сол үшін бұл жағдайды саған айтудың реті жоқ деп шешкем. Оның үстіне олар ауылда, біз қалада. Келіп кетер пайдасы да, зияны да жоқ қой деп күйеуім кешірім сұрап, бұл мәселені жылы жауып қоя салғанбыз. Сөйтсем, менің көретінім әлі алда екен. 1 жылдан соң әлгі қайынсіңілім Назарбаев зияткерлік мектебіне тест тапсырып оқуға түсті. Сендер күні бойы жұмыстасыңдар. Қыздың бабын жасап отыру керек деп ата-енем біздің үйге көшіп келді. Аядай ғана 3 бөлмелі пәтерде бәріміз бірге тұрып жатырмыз. Мейлі ғой, көңіл сыйған жерге бәр сыяды. Тек қыз қалаға келгелі шешесі де біздің үйден шықпайтын болды. Апа, қызымды көруге келдім деп апта сайын жетіп келеді. Оны біздің енеміз құшақ жая қарсы алады. Келін, шай әкел, тамағың дайын ба? Әкел, әсел жеп кетсін деп мені зыр жүгіртеді. Күйеуімнің бұрынғы көңілдесіне ас су әзірлеп жүргенім сол. Онысымен қоймай күйеуім, мен сені апарып тастайын, кеш боп қалды деп көлігіне отырғызып алып кетеді. Жеке шыққанда не істеп жатқанын Құдай білсін. Бірдеңе дейін десем, балалы бола алмай отырсым мынау. Тілімді тістеп, ішімдегі қыжылды білдірмей күндерім өтіп жатыр. 1-2 мәрте ол әйелдің біздің үйге келгіштеп жүргені маған ұнамайды деп күйеуіме айтып едім. Болмайтын әңгімені айтпашы, туған қызын көруге мен тыйым сала алмаймын деп өзіме ұрсып берді. Кездессе сыртта, басқа жерлерде қызын көре берсін. Неге біздің үйге келеді? Осыны түсінбеймін. Бұрын жеңеше деп мені айналшықтап жүретін қыз да қазір өзгерген. Үйдің бәрін шашып білгенін істейді. Өз затын жинамайды. Бұрын ондай қылығы жоқ еді. Шешесі әсер етіп жатқан сияқты. Сен бой жетіп қалдың. Өз тірлігіңе мұқият бол деп ескертіп ем. Сіз маған ақыл үйрететін мамам емессіз деп сөз қайтарды. Шынымды айтсам, бұл үйге бөтен адам сияқтымын. Арамызда бір перзент болғанда күйеуімнің ниеті, ықыласы да басқаша болар ма еді. Бара-бара қарым-қатынасымыз суып жатқандай. Мұндай жағдайда не істеу керек?